Қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуден келе салып, көрші Өзбек еліне мемлекеттік сапарымен барып келді. Бауырлас ел Тоқаевты жоғары деңгейде қарсы алды. Ташкент көшелерінде қазақ байрағы, Қасым-Жомарт Тоқаевтың суреті ілінген билбордтар орналасқан. Дәстүрлі түрде қарсы алу салтанаты өткен соң, Тоқаев пен Мирзиёев екіжақты және кеңейтілген форматтағы кездесулерді өткізді. Қазақ-өзбек президенттері стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге көтеретін маңызды құжаттарға қол қойды. Сауда, өнеркәсіп кооперациясы, көлік, логистика, энергетика, ауыл шаруашылығы, су ресурстары, сондай-ақ мәдени гуманитарлық бағыттардағы ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады. Келіссөздердің қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды. Өзбекстан біз үшін туыстас, ағайын, ел, тату көрші, әрі сенімді серіктес. Қос ел арасындағы достықтың тамыры терең, халықтарымыздың рухани құндылықтары ортақ деуге болады. Қазақ-өзбек қарым-қатынасы стратегиялық серіктестік және одақтастық рухында қарқынды дамып келе жатыр. Екі ел арасындағы ықпалдастықты нығайтуға өзіңіз, құрметті Шавкат Миромонович, зор үлес қосып келе жатсыз. Сізге ерекше ризашылығымды білдіргім келеді. Қазақ басшысының айтуынша, Өзбекстанмен тауар айналымы жыл сайын қарқындап 4 миллиард долларға артқан. Өнеркәсіп, энергетика, машина жасау саласындағы қарым-қатынас дамуда. Бүгінде біздің елде өзбек капиталының қатысуымен 6 мыңнан аса кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар екі елдің үкімет мүшелері 17 құжатқа қол қойды. Олардың қатарында геология және сирек металдар саласында бірлескен жұмыс тобын құру, трансшекаралық өзендердің су деңгейін болжау жөніндегі екі жақты топ құру, радиожиілік ел өнімдерін шекара маңы аймақтарында үйлестіру, бірлескен әскери оқу-жаттығулар өткізу, трансшекаралық су объектілерін бірлесіп пайдалану, кеден қызметтерінің өкілдіктерін ашу, туризм, денсаулық сақтау, тау-кен және мұнай-газ химия салаларындағы меморандумдар да бар. Бүгінгі тарихи ташрифіңіз davlatlarimiz o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Sizning jadal islohotlaringiz natijasida Qozog'iston barqaror taraqqiyot, iqtisodiy o'sish va xalq farovonligi ta'minlash yo'lida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Bunday yuksak natijalar xalqaro hamjamiyat tomonidan ham munosib e'tirof etmoqda. Albatta yaqin do'stlaringiz sifatida biz O'zbekistonda birodar qozoq elining barcha yutuqlaridan chin qalbimdan quvonamiz va bu ezgu yo'lda sizga ulkan omadlar tilaymiz. Құрылыс саласында да екі елдің жетістіктері жоқ емес. Жаңа Ташкент қала құрылысының жобасы Ташкентте Астана, Астанада Ташкент қонақ үйлері бой көтермек. На запуск совместных проектов путем нажатия символической кнопки. Мирзиёев Тоқаевқа Өзбекстанның ең жоғары мемлекеттік наградасын табыстады. Сондай-ақ қазақ президентінің Өзбек еліне сапары 5 ел басшылары бас қосқан жиынмен жалғасты. Ташкенттегі бесеудің бас қосуы әлем назарында болды. Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 7-ші консультативті кездесуі өтті. Тоқаев, Мирзиёев, Алиев, Жапаров және Рахмон Ислам өркениеті орталығында бас қосты. Мұнда президенттер маңызды құжат қабылдады. 2027-28 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Қырғызстанды ұсынып, Әзербайжан кеңестің толық құқылы қатысушысы болды. Отдельно хочу поприветствовать президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдар Оглу Алиева. Сегодня мы примем историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника, с чем я вас сердечно поздравляю. Орталық Азиядағы өңірлік қауіпсіздік және тұрақты даму тұжырымдамасы қабылданып, 2026-28 жылдарға арналған қауіпсіздік тәуекелдердің тізбесі бекітілді. Сарапшылардың пікірінше, бұл келісімдер Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестікті күшейтіп қана қоймай, бүкіл Орталық Азиядағы өңірлік үйлесімділік пен қауіпсіздіктің жаңа кезеңін бастайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Хан ТВ, Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен.